Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін орешки тәттісінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырын жасау үшін ерітілген сары май, оның үстіне бір жұмыртқамызды қосамыз, оның үстіне қантымызды саламыз. Барлығын жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Енді ыдысымызға жарты қасық ас содасын саламыз. Оның үстінен уксус 6% уксусты бір чай қасық салып, екеуін араластыратын боламыз. Кішкене көпіреді, осы массаны қамырымыздың үстіне құямыз. Қамырды елемес бұрын шым-шым тұз салуды ұмытпаймыз. Енді електен өткізетін ұнымыздың үстіне ванильді қант, жарты чай қасық ванильді қант қосамыз. Осы ұнымызды електен өткізіп отырып, қамыр елейтін боламыз. Енді осындайын қамырымызды целлофанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағат өтті, тоңазытқыштан шығардық. Енді өлшеуішке салып, 6-7 грамдап домалақтап қолымызбен дайындап аламыз. Енді орешницамызды қатты қыздырып, үстіне жаңағы домалатқан тестамызды салып шығамыз. Барлығын осылай пісіріп дайындап аламыз. Енді ақырындап артық болып тұрған жерлерін қолымызбен немесе қайшының көмегімен алып тегістеп шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мен барлығын айналасын алып, жақсылап дайындап алдым. Енді әрбірінің ішіне сгущенканы салып, бір-біріне біріктіріп жабыстыратын боламыз. Жақсы жабысу үшін шет-шетіне дейін шығарып жағамыз. Мінекей, менде орешкиларым дайын болды. Ас болсын, жасап көріңіздер.